Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін сіздермен бірге өте бір ерекше, күндегіден өзгеше бір тағам жасайтын боламыз сіздермен бірге. Енді қазір көрсеңіздер өздеріңіз таңғаласыздар. Мен жасап көрдім, өте керемет болады екен. Мен мына қойдың мындай қабырғасынан мен жасайын деп тұрмын сіздермен бірге. Қандай ет бар, любой еттен жасай беруге болады. Тауықтың еті болсын, сиыр еті болсын, қабырға болсын, сүйек болсын, бәрін жасауға болады. Мен сіздерге енді бүгін қойдың мынандай етінен жасап көрсеткім келіп отыр. Қабырғасын бірінші бөлектеп аламыз. Бисмилля. Майлы ет, өте дәмді болып шығады, өте ерекше. Осылай бірінші бөлектеп аламыз. Ет мен сүйегінен ет қатты ажырап кетпесін, реті келсе артынан піскенде әдемі болады. Бірге кесіңіздер, бүйтіп артымен бірге. Міне бұлай. Наққа осылай неден істеймін десеңіздер, қабырғадан. Неке қабырғаларды бүйтіп бөлектеп алдық. Енді осыларды ортасынан осындай үлкендігі банкаға сиятындай қылып, міне осылай қылып, осылай болу керек үлкендігі. Етімізді міне турап алдық. Бұл ет өзі жуылған. Енді жуамызды турап аламыз. Ортасынан қаққа жарып, өте бұлақ қылмай, осылай кессеңіздер жетіп жатыр. Жуаны көп болғаны жақсы, көп сок шығарады. Сондықтан неге жуа көп демеңіздер. Мен чеснок саламын. Осы 2 чеснок жетіп жатыр. Қаққа бөлесіздерді, салып жүресіздер. Морковь. Аса көп болмаса іздемей ақ қойыңыздар, аса көп керек емес. Мен осылай дөңгелендіріп болса 1-2-4 салып жүрсеңіздер. Енді артық болмайды болып жатса егерде. Енді картоплымыздан екі картошкалай, қалғанына картошкамызды фольгаға орап пісіретін боламыз. Ары қарай оны көресіздер. Бұны да боршқа, салмаға салған сияқты қылып, былай қылып турайсыздар. Жаркөйеға жасаған сияқты қылып. Енді картоп жақсы көретіндеріңіз болса, үйде көбірек салуға болады. Енді маған осы жетеді деп ойлап тұрмын өзім енді. Турап болдық. Енді еттеріңіздің тұзына қарай саласыздар ғой. Мен жаңа бір жудым, бірақ сонда да енді кішкене соғып шықсын. Бір жағынан ішіне салып атқан картоплымыз бар. Сондықтан мен бір қасық, шай қасықтың бір қасық тұз саламын. Енді бұрыш саламын, азғантай. Сіздерде бір салатын осындай специяларыңыз болса, салыңыздар. Жетіп жатыр. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Бізге жуа салған өте, көбірек салған өте пайдалы. Себебі қазір біз осыны ары қарай пісіріп банкаға салған кезінде бұл сок шығарады жуа. Осылай жақсылап араластырып алыңыздар. Су ештеме құймайсыздар. Енді осы маринаттаған етімізді, енді біздің осы ерекше деп жатқан тағамымыздың себебі, біз банкаға, қазір духовкаға салатын боламыз. Егер сіздерде духовка болмаса, әсел пешінде пісіре беруге болады. Кішкентай банкаларға салып, міндетті түрде 2 литр деген сөз емес. Сондықтан да енді слойлап осыны осы банкаға толтырып салып алып шығамыз. Салып шығамыз толтырып ішіне. Бірінші астына етінен жіберейік. Міне, банкамызға осылай салып аламыз.
Енді менікі толған жоқ, жарайды, ештеңе етпей. Енді осының бетіне мына фольгамыздан кесіп, 2 қабаттап жабамыз. Өте дәмді болып шығады, сорпасымен қазір көресіздер. Міне осылай 2 қабаттап осылай етіп жабасыздар бетін. Енді мына картопымызды қаққа жарып, одан былай жарып, осылай жасаймыз. Осыған азғантай тұз саламыз. Азғантай бұрыш саламыз. Араластырып алып, бұны да фольгаға жеке орайтын боламыз. Болды. Енді осыған арасына азғантай ғана сливочный май ма, сары май бола ма, кішкене осылай жағып жіберіңіздерді. Бүйтіп жауып, қазір фольгаға орайтын боламыз. Сары майымыз бен картопымыз осылай салыңыздар да. Сол сыртына шықпайды бетінде орайсыздар ғой енді. Бұлай барлығын осылай жасап шығамыз. Міне картопымызды үсті фольгаға орап алдық. Мынау дайын. Енді осы екеуін апарып қазір духовкаға салатын боламыз. Духовкаға, ыстық духовкаға салмаңыздар, банк жарылып кетуі мүмкін. 140 градуста ғана салғаннан кейін ғана қосасыздар. Салқын духовкаға салыңыздар. Содан кейін 10 минуттан кейін 180 градусқа көбейтеміз ыстығын. 140 градусқа 10 минутқа қоясыздар. Сосын 10 минуттан кейін 180 градусқа қоямыз. 1,5-2 сағатта дайын болады. Міне духовкадағы тамағымыз көріп тұрсыздар, қайнап жатыр, бүлкілдеп, кәдімгідей 1 сағат 40 минут болды. Дайын болып қалды. Қазір міне сөндіргеннен кейін 10 минуттан кейін ашатын боламыз. Оған шейін міне духовканың ішінде кішкене тұра тұрады. Банкымыз жарылып кетпеу үшін риск алмаңыздар, сондықтан да осы духовканың ішінде сөнгеннен кейін 10 минут ұстай тұрыңыздар. Ал мінекей тамағымыз дайын болды духовкадағы банкыда. 1 сағат 40 минутта. Енді бесімді деп ашып көреміз. Есін ет майлы болғандықтан мінекей сорпасы өте көп болыпты. Енді осыны қазір біз сіздерге көрсетеміз. Бірінші алайын, қазір көрейік. Кереметін. Міне банкадағы тамағымызды салып алдық. Қараңыздар, өте керемет. Банкасына ештеңе де болған жоқ, жарылған жоқ, сынған жоқ. Уайымдамай осыған пісіріңіздер, қорықпаңыздар. Мынау сорпасын төгіп тастамаңыздар. Қазір қабырғасымен мал ішіне жейтін боламыз. Енді мінекей картошкамызды көрейік. Бисмилля, қалай болды екен? Мен пісіріп жүргенде әдемі шығатын тұғын, мен жаман болады деп ойламаймын. Мінекей қараңыздар, қандай керемет. Мына қараңыздар. Қандай иісін айтыңыздар, қандай күшті екен. Мына қараңыздар. Екіншісі мінекей. Иісін қараңыздар, керемет. Міндетті түрде жасаңыздар, ұнайды сіздерге. Мына қараңыздар. Ал сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің маман жасаған тамағынан осы банкіде піскен тамақты жеп көретін боламыз. Мен ұлым бүгін дегустация жасайды. Өткендегі дейма қалай әдем болып шыққанға банкыда піскен қойдың еті. Ал көреміз. Мынау духовкада піскен жаңа фольгадағы картошка. Мына түрін қарашы, қандай керемет. Ас болсын. Өте дәмді. Жасап көріңіздер дегім келеді. Маманың каждый пісірген тамағы дәмді ғой. Мынау да өте тәтті болып шықты. Тағы біреуін. Бүйтіп аппетитіңе жейін ба? Мынаны сүйегін жесең де үтіліп кетейін деп тұр. Картошкадан же. Фольгада піскен ғой.
нан сорпаға мал қойып та жеуге болады. Жаңағы мына банкада піскен еттің соның сорпасы. Мына бүйтіп сорпаны араластырып қойып тұр. Өте дәмді. Жасап көріңіздер, осы рецептпен жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Тамақ өте дәмді болып шыққан. Ал дегустация жасап болдым. Енді өзім жейтін болам. Ал барлықтарыңызға ас болсын. Ал құрметті көрермендер, бүгін сіздермен бірге банкада, духовкада жасалған қабырғаларымыздан жасалған тамағымыз дайын болды. Өте керемет, дәмі дегеніңіз, түрі дегеніңіз, иісі де керемет, өте ерекше. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Міне фольгаға пісірілген картошкамыздың түрін қараңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Комментарий қалдырып кетіңіздер, лайк басыңыздар. Жасап міндетті түрде көріңіздер. Өте ұнайды деп ойлаймын. Қош, сау болыңыздар.